құрметті ұстаздар, мен Қызылорда облысының Жалағаш ауданы 31 мектеп гимназияның 7 сынып оқушысы Хасиханова Зарган. Менің жетекшім Данмұрын Айдана Асылбекқызы. Менің отаныма, менің бастамам байқауының «Мен Қазақстан азаматымын» номинациясы бойынша қорғайтын тақырыбым шаңырақ веб-хостингі, Қазақстандағы әртүрлі этностардың бірлігі мен мәдениеті. Менің жобамның өзектілігі қазіргі әлемдегі геосаяси жағдайлармен тікелей байланысты. Бүгінгі таңда бір-біріне жақын болған халықтардың арасында қақтығыстар болып жатыр. Мысалға, орыстар мен украиндарды алсақ, бұл адамдар арасындағы түсіністік пен құрметтің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Менің жобам Қазақстандағы әртүрлі этностардың бейбіт өмір сүретінін көрсетуге бағытталған. Әртүрлі тіл мен мәдениет болса да, барлығы бір елде, бір қоғамда тату-тәтті өмір сүруге болатынын дәлелдейді. Жобаны жасау барысында мен веб-хостинг пен жасанды интеллект технологияларын қолдандым. Әр ұлттың мәдениетін, киім мен ерекшеліктерін біріктіріп, интерактивті платформа құрдым. Жобаның мақсаты оқушылардың төзімділік пен өзара құрмет және бірлік туралы түсінігін қалыптастыру. Менің жобамның негізгі идеясы әр этнос жеке батырма ретінде беріледі. Пайдаланушы батырманы басқанда сол халықтың тарихын, мәдениетін, ұлттық ерекшеліктерін көре алады. Ақпарат тек мәтін емес, сурет пен дыбыс ретінде де беріледі. Жаңашылдығы дәстүрлі жай ғана мәтін емес, жасанды интеллект пен интерактивті платформа арқылы да толық цифрлық тәжірибе жасалады. Оқушы тек оқымай ішіне кіргендей әсер алады. Ерекшеліктері визуалдық материалдар, дыбыстық ақпарат және қолданушының белсенді қатысуы. Маңызы: бұл жоба оқушыларға төзімділік үйретеді, басқа ұлттарға құрметпен қарауға тәрбиелейді, көп ұлт қоғамында дұрыс қарым-қатынас жасауға бағыттайды. Күтілетін нәтиже: оқушылар Қазақстандағы әртүрлі этностарды жақсы түсінеді. Оқушы пассив таңдаушы емес, белсенді зерттеушіге айналады. Мен бұл веб-хостингті шаңырақ деп атадым. Өйткені шаңырақ қазақ мәдениетінде отбасының, бірліктің және ортақ мекеннің ең қасиетті символы болып саналады. Дәл осы ұғым арқылы мен Қазақстандағы өмір сүретін әртүрлі этностардың бір шаңырақ астында татулық пен келісімде өмір сүріп жатқанын көрсеткім келді. Бұл атау жобаның негізгі идеясын толық ашады. Әр халықтың өз ерекшеліктері болғанымен, барлығы бір елдің, бір қоғамның ажырамас бөлігі. Яғни шаңырақ тек тарихи немесе тұрмыстық элемент емес, ол бүгінгі көп ұлтты Қазақстанның бірлігін, тұрақтылығын және ортақ болашағын білдіретін терең мағыналы символ. Этнонимі дегеніміз белгілі бір халықтың атауы, яғни немістер деген атаудың шығу тегі қалай қалыптасқанын түсіндіреді. Ал этногенез сол халықтың пайда болу тарихын, қалыптасу жолы қай тайпалардан қай тарихи процестен арқылы құралғанын сипаттайды. Ал этноэнтонимі бұл халықтың өз-өзін қалай атайтынын білдіреді. Мысалға, біз немістер десек, олар өздерін дойч дейтін екен. Арғы аталары бөлімі бұл этностың тарихи тамырын, яғни ежелгі ата-бабаларын көрсетеді. Құрылымы олардың қоғам ішіндегі бөлінісін, этникалық топтарын немесе аймақтық ерекшеліктерін түсіндіреді. Мәселе антропологиялық тұрғыдан халықтың биологиялық ерекшеліктерін сипаттайтын бөлімі болып табылады. Мен де өзге ұлт өкілі болып саналамын, оның ішіне шешен халқына жатамын. Шешендер нохчылар өзінше атауы. Қазақ тілінде шешен өзіндік тарихы, этномәдени және бірге антропологиялық тіпті ежелгі халықтардың бірі болып табылады. Бүгінгі күні бұл солтүстік Кавказдың ірі этностардың бірі. Шешен тілі Ибери-Кавказ тілдің отбасының нақ Дағыстан тармағына кіреді. Тілдердің жалмағалы түрінде жатады. Шешен тілінің жазуы алдымен латын графикасы негізінде жасалады. Содан кейін 1938 жылдан бастап орыс графикалық негізіне аударылады. Мысалы, немістер бөліміне кіретін болсақ, бұл жерде ақпарат тек визуалды түрде ғана емес, сонымен қатар ғылыми ұғымдар арқылы да тереңдетіліп берілген. Яғни әр батырма тек мәлімет емес, белгілі бір терминнің мағынасын түсіндіретін шағын зерттеу нүктесі сияқты жұмыс істейді. Экранның сол жағында неміс халқының ұлттық киімдегі ер мен әйелдің бейнесі ұсынылып, олардың дәстүрі мен келбеті арқылы этностардың мәдениетін таныстырылады. Ал оң жақтағы құрылымда негізгі ұғымдар жүйеленіп берілген. Осы сілтеме арқылы біздің жұмысымызды көре аласыздар. Немесе слайдтың ішінде жеке сілтеме бар.